Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Қалада ені 3 метр, биіктігі 30 метрдей алып пот орнатылды. Бұл адамдардың көз алдында болды, және оны байқамау мүмкін емес еді. Патшаның бүкіл халыққа айтқан бұйрығын тыңдаңдар. Әуен ойнай басталғанда, бәрі етбетімен құлап, Набухадоносор патша орнатқан алтын мүсінге тағзым етсін. Кімде-кім етбетімен жығылып, оған табынбаса, ол отты пешке лақтырылады. Бұл бұйрыққа ешкім қарсы болған жоқ. Барлығына бәрі түсінікті болды. Тек 3 жігіт үнсіз шетте тұрды. Олар патшаның бұйрығына риза болмады. Көп жылдар бұрын олар өз елінен, Яхудеядан тұтқын ретінде бұл жерге әкелінді. Оларды отанынан айырды, бірақ олардың Құдайға деген сенімінен ешкім айыра алмады. Олар патшаның бұйрығын орындай алмайтындарын және пұтқа тағзым етпейтіндерін түсінді. Барлығы етбеттерімен құлап, пұтқа тағзым етті. 3 достан басқа барлықтары. Бұл әрине байқалды. Мәртебелі, сіз бәріне алтын пұтқа тағзым етуді бұйырғансыз. Ал мұна 3 яхуди сіздің бұйрығыңызды орындамады. Немене? Олар менің бұйрығымды орындамады ма? Оларды тез арада маған әкеліңдер. Алтын мүсінге табынбайтындарың рас па? Мен сендерге тағы бір мүмкіндік беремін. Қыңыр болсаңдар, қызып тұрған пешке лақтырыласыңдар. Тәңірлерің сендерді ол жерден құтқарады деп ойламаңдар. Егер сендер осындай жағдайда болсаңдар, сендер үшін не құндырақ болар еді? Тірі қалу ма, әлде Құдайға адал болу ма? 3 досқа ұзақ ойланудың қажеті болмады. Егер Құдайымыз қаласа, ол бізді тіпті отты пештен де құтқара алады. Бірақ ол жерден бізді құтқармаса да, біз оған адал боламыз. Біз ешқашанда пұтқа табынбаймыз. Бұл жастар Құдайды бәрінен де қатты жақсы көрді. Набухадоносор ашуланды. Пешті 7 есе күштірек қыздырып, оларды сол жерге тастаңдар. Оларды отты пешке лақтырды. Пештің ыстық болғаны сонша, оларды тастаған қызметшілер мұндай ыстыққа шыдамай өлі күйде құлап қалды. Патша отқа мұқият қарап тұрды. Ана жақта оттың ішінде 4 адам жүр ғой. Біреуі Құдайға ұқсайды. Патша пештің есігін ашты. Шығыңдар, Құдай тағаланың қызметшілері. Олар пештен аман есен шықты. Үшеуінің шаштары да күймепті, шапандары да өртенбепті. Тіпті оттың иісі де оларға сіңбепті. Расында да Құдай оларды оттан құтқарды. Балалар, сендер Құдайдың осындай кереметтер жасай алатынын білесіңдер ме? Қайда жүрсеңдер де, әрқашан оған адал болыңдар. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.